Марапаттау рәсімін жүргізуді Республикалық ер намыс қоғамдық бірлестігі төрағасы құрметті профессор Ерболат Айеддиннен сұраймыз. Алматы облысы дене шынықтыру және спорт даму орталығының директоры Бейсенбетов Қайырхан Айтқалиұлынан сұраймыз. Қайыржан Айтқалиұлы Бейсенбетов. Аламан бәйгеден 5-ші орын алған үшін Сенбек Мұқағали марапатталады. Аттың аты Айғара, ат иесі Қарайбеков Нағызтай, Жамбыл ауданы Дегерес ауылы. Аламан бәйгеден 5-ші орын алған үшін Сенбек Мұқағали марапатталады. Аттың аты Айғара, ат иесі Қарайбеков Нағызтай, Жамбыл ауданы Дегерес ауылы. 5-ші дәрежелі грамота және 300 мың теңге ақшалай сертификатпен марапатталады. 4-ші орын алған үшін Айсұлтан марапатталады. Аттың аты Ақбақай, ат иесі Қазбеков Мағауия, Талғар ауданы Еламан ауылы. 4-ші дәрежелі грамота және 700 мың теңге ақшалай сертификатпен марапатталады. Үшінші орын алған үшін Саматұлы Әнуар марапатталады. Аттың аты Тентек Тора, ат иесі Ерлетес Тастар, Қарысай ауданы Қаскелен қаласы. Қола медаль, кубок, 3-ші дәрежелі грамота және 1 миллион теңге ақшалай сертификатпен марапатталады. Екінші орын алған үшін Тұрда